мемлекеттік тілдің үлесі 60%-дан кем болмау керек деген нормамызды келісім бермей алып тастап тұрып 55-50 болады. Қазіргі қоғамның осындай тоқырауға ұшыраған уақытында айтыстану емес, керісінше жаңа қазақ әдебиеті деген пән керек. Егер соңғы сайлау әділетті өткен болатын болса, онда бізде наразы топ болмайтын. Ол атом электр станциясын Франция, Жапония сияқты мемлекеттер салатын болса, жаман болмау керек. Жаман жоқ деп ойлаймын. Қазақ ұлтының мүддесін қорғағандардың сол аккаунттарын жабады, соларды соттайды. Ал керісінше қазаққа қарсы жұмыс істеп жатқан бірде-бір аккаунт жабылмайды. Активтерді елге қайтаруға бізді мүлдем қатыстырып жатқан ешкім жоқ, ол жайлы есеп беріп те жатқан ешкім жоқ. Адамның тағдыры қыл үстінде тұрған шақта, мен шыны керек кит ойлайтындай жағдай жоқ. Қазақстанның ең үлкен проблемасы бізде қазір бағдар беретін бір ұстаным жоқ та. Қазақстан темір жолы күлкім келеді жиналыста тұрғанда. Бізде 3 триллион қарызбыз дейді. Онда неге хоккейге бәленбай ақша бөліңдер десе, енді табысымыз бар ғой дейді. Орман бір ай жауын жаумаған жерде найзағай түсіп өртенді, өйткені жауын жаумаса да сухой найзағай деген болады деген әңгіме қалай кетті? Өткенде бір журналист айтады, аманатқа шаң жұтпайтын болыпсыз ғой деп. Мен көзіммен көргенім осы. Ұлттық бірыңғай тестілеудің енді өз жемқорлығының өз көлемі сонда ғой. Мен қазір аяғына дейін көресем, біздің Астананың төрінен ұлттық дәстүрлі өнер театры ашылу керек. 20 миллион халық шығып, Ринат сен президент бола ғой десе, мен айтам, ағайындар ренжімеңдер, өздерің болып алыңдар деймін. Достар, сонымен мүмкін емес не может быть бағдарламасының келесі шығарылымы эфирде. Бүгінгі эфирдің қадірменді қонағы Қазақстанның белгілі мемлекеттік және өнер қайраткері дейміз, көптеген өлеңдердің авторы, қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, драматургиялық актер, мәжіліс депутаты Ринат Зайытов. Уақыт тауып студиямызға келгеніңізге рахмет сізге, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіз елге танымал суырып салма айтыскер ақынсыз. Кезінде өзіңіз айтып қалғансыз, мектептерде айтыстану пәнін енгізу туралы. Сол райыңыздан қайтқан жоқсыз ба? Және жалпы бұл керек па бізге қазіргі таңда? Қажеттілік бар ма қоғамда? Жоқ, қазіргі таңда енді мен ол айтыстану пәні деген біздің жалпы одақтың ұсынысы болатын. Бұның авторы Серікзат Дүйсенғазин, Дәулеткерей Кәбұлы солар болатын. Негізі осындай пән енгізу керек деген. Біз енді бәлкім интервьюда бір жерде солардың ойын жеткізгенім бар шығар. Менің өзім түсінігімде өткенде ғана осы Ғани Бейсенбаевты мен көріп қалған кезде министр айтты, сол пән бойынша жетілдіріп жатырмыз, бірдеңе жұмысты жасап жатырмыз деді. Мен шыны керек оған мен жете айналысып жүрген жоқпын. Өйткені менің түсінігімде қазіргі қоғамның осындай тоқырауға ұшыраған уақытында айтыстану емес, керісінше жаңа қазақ әдебиеті деген пән керек. Біздің балаларды жастайдан патриоттыққа, ұлтжандылыққа, сондай қазақилыққа тәрбиелейтін іріктеліп, әдеби шығармалар сол жерден оқытылу керек деп ойлаймын. 7 мен 9-ның арасында. Өтті қатты қажет бұл бізге. Мектептік бағдарламаларында жалпы бар ғой енді? Жоқ. Бізде қазір мектептегі былықты мен айтатын болсам, ол ұзақ әңгіме. Ұзақ әңгіме болып кетеді. Жалпы сіз 2012 жылы өзіңіз айтысты бағалау жүйесімен келіспей, бір жолата сахнадан кеттім дедіңізде. 11-де жарайды. Сосын 18 жылы қайтып бір айтысқа қатысқаныңыз есімде, өйткені онда Петропавл мен Павлодарға қазақи атауларын беру туралы сіз сол кездегі министр болған кімге де Арыстанбек Мұхамадиұлына талап айтқаныңыз да бар сол кездер. Содан кейін сол айтыс ақыры соңында бір дау-дамаймен аяқталып, сізді соңғы орынға қойып, одан кейін халық наразылығын білдіріп, сізге бас жүлдені қайтарып бергені бар. Сол кезде қалай болып кетті? Жоқ, ондай болған жоқ. Ол біріншіден енді қысқаша айтқанда былай да, мен 2011 жылы жаңағы Алы Тұтқышевпен айтысқаннан кейін сол кездегі бағалауға қатты көңілім толмады. Оның сыртында менің өзімнің Мүйізі Қарағайдай ағаларымның маған қарсы сөйлегені көңіліме батты да, өйткені мен ол жерде отбасымның мүддесін қорғаған жоқпын, не болса жеке басымның мүддесін қорғаған жоқпын. Мен қазақ ұлтының, қазақ мемлекетінің мүддесін қорғадым деп сенем. Ал сол кезде олардың маған қарсы шыққанын мен түсінбедім де, сонан кейін айтыста келісіп алушылық, анау белең алып кеткеннен мен кеттім де қалдым, болдым. Өйткені айтыстарыңа рахмет дедім. Оның сыртында өзімде саяси айтқан әңгімелерім үшін олар да қуана қатыстырмады. Ара-тұра жылына бір-ақ айтысқа баратын, марқұм Бердібек Мәшбекұлы Ақтөбеде айтыс өткізген сайын шақыратын. Содан кейін 2017-18 ғой, жаңағы алтын домбыраға мен өмірі қатыстырмаған. Өмірі бір белгілі себептер, өздері тауып алады бір себептер, бірінші рейтинг жариялайды да, оған мен шығып кетсем, одан да алып тастайды. Сонымен бірінші рет алтын домбыраға қатысты деді, ұсыныс түскеннен кейін жақсы қатысам дедім, бардым.
сол айтыстың алдында жаңа біз Арыстанбек Мұхаммадиұлы шақырып жатыр деді, мен бардым. Барып едім, Аракең біліп тұрды мен енді тізгінге бағынбайтын. Сосын енді ойлады ғой, мынаны алдап жіберейін, бағытын бұрып жіберейін деп. Сосын Ринат, осы Петропавл, Павлодар дегенді айтсаңдаршы деді. Бетіне қарадым да айттым, жақсы аға дедім, бір өтінішіңізді жерге тастамайын, жақсы. Басқа өтінішіңіз бар ма дедім, жоқ деді. Шықтым да, оның да айтқан өтінішін айтып бердім. Артынша жаңағы Тұңғышбай ағамыздың сол кездегі жәбір көріп жатқаны одан барлығын алдына жайып бердім. Өйткені ол маған ондай өтініш айтқан жоқ, оны айтпа деп. Сондай да енді ол министр болғаннан кейін, мемлекеттік қызметте отырған үлкен лауазымды тұлға болғаннан кейін жақсы дедім, бір ауыз сөзін жерге тастамайын дедім, өзінікін айтып алдым, одан кейін өзімдікін айтып. Сол мен айтысқа енді одан кейін ара-тұра қатысып тұрамын, шама келгенше. Парламентке келгеніңізге 1,5 жылға таяп қалды енді. 1 жыл 3 ай дейміз ғой былай нақты. Өзіңіз осы жақында каникулға шығасыздар, алла жазса шілденің басында, білуімше жазғы демалысқа шығып жатқан кезде осы жұмыстарыңызды шықпас бұрын отчет бересіздер ғой, есеп бересіздер, өздеріңізге есеп бересіздер, халық алдына есеп бересіздер. Сонда осы 1,5 жыл ішінде мінекей мынаны тындырдым, мынаны істедім деп ауыз толтыратын бір момент бар ма? Қандай жұмысыңызды ісіңізді айтар едіңіз? Санмен ақ айта берейін, санын сөйлесін. Біздің комитеттің өзінде 32 басты болып табылатын заң жобасы өтті. Оның инициаторлар сіздер, иә? 11-і депутаттар, 21-і үкімет бастамасымен болған заңдар. Оның ішінде екі заң жобасына жетекшілік еттім. Біреуі жаңа бала құқықтарын халықаралық конвенцияға сай хабарлау мәселесі бойынша ол өтті. Екіншісі қазір мәдениет және білім беру туралы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, ол жұмыс жүріп жатыр. Ол енді дәл осы сессия жабылғанша бітеді деп айта алмаймын, өйткені бізде мәдениетте өте көп түзету керек нәрселер бар. Сондықтан қызу жұмыс тобы жүріп жатыр. Бір топ депутаттар, бір топ үкіметтік емес ұйымдар, өнер өкілдері барлығы қатысып, осыған атсалысып жатыр. Енді ең басты мақтанатын біздің комитетке қатысты айтатын болсам, біздің комитетте жаңағы ең басты қабылданатын үкіметтік емес ұйымдарға байланысты заң, ол жаңағы мына шу болып жатқан петиция, басқасының бәрі сол заңның аясында қабылданған болатын. Екіншісі лудоманияға қарсы заң, бұл өте сәтті заң деп ойлаймын өз басым. Өйткені баяғыдан қаншама тағдырлар топалаң еткен бізден қасірет еді. Қазір бұл заң бекітіліп, бұйыртса президент қол қоятын болса, бітті. Көп адамның мүмкіндігі тоқтайды. Демек, бұл көп адамның содан арылып, қайтадан ойлануына мүмкіндік береді. Көп нәрсе қалпына келеді деп сенемін. Оның сыртында біздің Қазбек Иса ағаларымыздың 1 жылдан астам, 2 жыл тіпті, 2 жылдан астам уақыт төпелеген тіл туралы нормалардың біразының енуі. Оның сыртында біз сол 10 депутаттық сауалының ішіндегі екеуі үкіметтің құлағына жетті. Қалған үшін әлі де күрес болып жатыр. Нәтижесін оңды қылу үшін 10 заң жобасына, мысалы, жұмыс тобына қатыстым. Әртүрлі заңдар, тіпті қылмыстық кодекске өзгеріс енгізу бойынша барлығына кіріп, өзіміздің ұсыныстармен ондай жұмыстар Құдайға шүкір бар. Әрине біз ойлағандай жедел емес, біз ойлағандай қарқынды емес шығар, бірақ әйтеуір жоқтан бар. Біз де әйтеуір бір құлаған қабырғаның бір бұрышын лайымен босын сылап жамап жатырмыз деп ойлаймын өзіміз. Сіз парламентте 5 жыл отырасыз ғой? Оны Құдай біледі. Бізде Қазақстан тарихында толық отырған парламент жоқ. Жалпы дегенмен де осы сіздердің өкілеттіктеріңіз 5 жылға деп сайланды ғой. 1,5 жыл өтті. Бірақ парламенттегі өкілеттігіңіз аяқталғаннан кейін немен айналсам деген ой сізде болды ма? Ештеңемен айналыспаймын. Мен шығармашылығыма қайтадан болды. Мен оны жүрген жерде айтып жүрмін. Рахмет. Қап, кел, бар, қашан барасың, қашан істейсің деді. Келдім, міне осы 5 жыл жұмыс істеп кетсем, аман есен Алла қаласа. 5 жыл болама, одан бұрын кетеміз ба, оны Құдай біледі. Болды, одан кейін мен өзім шығармашылығымен айналысамын. Өйткені талай шығармашылық жоспарларым, жаңағы өзіңіз айтып отырғандай қарапайым әңге сөз жазудың өзі тоқтап қалды. Болды. Қанша бастап қойған кітаптарым бар еді. 1-2 пьеса жазамыз дегенбіз, жаңағы Жұлдызбек Жұманбай екеуміз көп ақылдасып, осындай жобаларды іске асырамыз деген ойларымыз болған. Барлығы тежеліп болды да. Себебі мына жақтың жұмысынан басыңды ала алмайсың. Бұл жақтың жұмысы негізімен қағазбастылық жұмыс болғаннан кейін күні кешке дейін әр қағаз зерттеп, әр сөзіңді аңдап, мына сөзім мына жерге келмейді, бит деп отырғанымен күнің өтеді сонда.
парламентке өзіңіз туған жеріңіз Абай облысынан емес, Алматы қаласынан түстіңіз. Кезінде айтып қалдыңыз, ол жақта кішкене бюрократиясы бар, жаңағы кішкене басшылардың ықпалы бар деп айттыңыз. Сосын сол мәжіліске түспес бұрын 19 жылы болған президенттік сайлауда жаңа Қосановты жақтап дауыс бердіңіз, соның сенімді адамы болдыңыз. Аз уақыттан кейін сізді алды да біраз халықты ертіп өзіңіз көшеге шықтыңыз, халықты біраз дүрліктірдіңіз. Оппозицияда болдыңыз. Ең бастысы партияға құрам дедіңіз да барлығынан айнып бас тарттыңыз. Биліктегілер қамауға алып, сізді біраздан соң шығарды, аяқ астынан сізді Алатау театрының директоры қылып шықты. Сонда мынандай сұрақ туындайды. Бұл қадамдардың барлығы сіздің аузыңызды жабу үшін жоғары жақпен келісіліп істелінген шара ма, әлде өз жеке басыңыздың билікке, мансапқа қол жеткізу үшін жасаған арамдыққа толы бір айла тәсіліңіз болды ма? Осындай әңгімелер болды. Иә, кімнің қалай түсінуіне байланысты, бірақ сіздің сұрағыңызда ең басты нәрсе жоқ та. Бұл оқиғалардың хронологиясы жоқ. 2019 жыл маусымдағы сайлауда біз жаңағы өзіңіз айтқан Қосановтың шашбауын көтердік жан-жақтан. Бірақ түнде бізді жаңағы ұлт тағдыры деген қозғалыс бар, басқасы бар. Бізді далаға лақтырғандай, бұлар біздің адамдар емес деп бізден айнып шыға келді. Ал мен бір ай бойы халыққа берген уәдем болатын. Егер мен де алданып қалатын болсам, ескертулер болды ғой жан-жақтан. Алданып қаласыңдар. Бірақ мен де басқа жол көрген жоқпын да. Бейбіт түрмен қоғамдағы бірдеңені өзгертудің басқа түрін көрген жоқпын. Және оны қаңтарда дәлелдеп берді, бейбіт түрмен ештеңе өзгермейтін. Сонымен 2019-да сайлаудан кейін менің өзімнің абыройым, беделім, егер халықтың алдында мен сол кезде тығылып қалатын болсам, онда қазірге дейін халықтың бетіне қарайтын бет болмайтын еді. Уәдемде тұрдым, айттым, келіңдер, мен алаңға жиналайық, үкіметті басып алайық деген жоқпын ғой. Келіңдер, ал сол жерде сабайсыңдар ма, өлтіресіңдер ме, сол жерге келіңдер дедім. Мен сендерге түсіндіруге тырысамын дедім сол жерде. Мен 2 бөлмелі үйім ол кезде бүкіл Алматыны жинай алмаймын ол жерге. Сосын жаңағы алаңға, ол кезде орталық алаңда жаңағы ДВК-ның митингтері, сымақтары болып жатты, 100 адам бірдеңе болып жатты. Сосын біз ауашақ мына жаққа жиналайық дедім де. Одан кейін аяқ астынан Алатау театрына дерек, оныңыз да өтірік. Мен 2019-да осы бір жүктен арылғаннан кейін партия құрамын деп бірінші әрекет еттім. Ол партияның бағдарламасын да жаздым. Біраз адамдармен ақылдастым. Сонан кейін не нәрсеге салқынқанды қарайтын адаммын. Мен сценаға барып басым тұра бергеннен гөрі, ол партияның ашылмайтынын, ол партияға ешқандай мүмкіндік болмайтынына көзім жеткеннен кейін, неменеге мен ол бостан-босқа сүйретіліп жүрмін. Бостан-босқа артына адамдар ертең оларды қаматы. Бос әуре ғой ол, бос әуре, бос жұмыс. Сосын қой құрсын дедім. 2019-дың желтоқсанынан бастап 2021-дің қаңтарына дейін мен студияда жаттым жұмыс істеп. Бұл тек қана ән жазумен айналыстық. Өлең жаздым, айтыстарға дайындалдым. Бұл тек қана сондай шығармашылықпен айналыстым. Ковидтің кезі ғой сол кезде. Иә, студиядан шыққан жоқпыз. Сосын 21 жылы ол кезде Мейрамбек Беспаев ағам әкімнің кеңесшісі Алматыда. Біз екеуміз Атыраудан ба, бір тойдан шығып келе жатқанда, сол кезде айтты, Ринат, сен жалпы бәрін, үкіметтің бәрін жек көресің ба деді. Жоқ, үкіметтің бәрін емес, мен адамша қарайын дедім. Лауазымына, басқасына қарамай. Адам ба, адам емес па, адам емес болды. Соң айтты, егер саған осылай ұсыныс болса жұмысқа баратын дедім. Сөйлесу керек дедім. Сосын Алматыда жаңағы Бақытжан Әбдірұлымен сөйлесіп. Алатауға баратын кезіңіз. Иә, сол кезде айтты, енді мәдениетке өзің білетін салаң болса, қай жері олқы деп ойлайсың, қай жерге істей аламын деп ойлайсың, айтшы деді. Айттым, егер мүмкіндік болатын болса, ол кезде естігем, Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры кетіп жатыр деп. Айттым, егер маған сенсеңіздер, маған осындай бір ұлттық дәстүрдің ұжымын беріңіздер, оның үстіне Алатау дәстүрлі өнер театры ашылған кезде бүкіл дәстүрлі әншілерді қуантқан бір керемет орда болады деп ашылып еді, одан кейін жұмыс тежеліп қалды. Сонан кейін айттым, енді осы жерге сенсеңіздер, тапсырсаңыздар, істеп берейін, істеп көрейін. Келдім, 2 жыл жаман жұмыс жасадық деп айта алмаймын. Өте жақсы команда жинады ғой жерде. Азғантай бір жарты жылдың ішінде күллі Қазақстанда айналып гастрольге баратындай қала берді, Түркияға да, басқа жақтарға сондай жағдайға жетті, Құдайға шүкір. 1 жылдың ішінде 2 үлкен спектакль, 4-5 концерттік бағдарлама, барлығын қойып, көрерменнің көзайымына айналды. Қазіргі сіздер тамсанып көріп жүрген біраз әншілер
Алатау серілері бар, басқасы бар. Түгел сол Алатау театрында қалыптасқан әншілер. Ұлжан Ақылақова бар, Диас Мұратхан бар қазіргі ең үлкен әншілер. Әсет Есжандар сол жерде міне қазіргі қазақша терапия деген үлкен қошеметке ие болып жүрген концерттік бағдарламаның балаларының барлығы сол Алатау театрында дайындалып мүмкіндік алған. Бірақ ары қарай жұмыс істей берейін десең, не? Барған жеріңде не болды, партияң не болды, қашан құрасың? Не, ойбай, сен айттың да ойдың. Жақсы. Партия құра алмадым, онда сайлауға түсіп әрекет етіп көрейін дедім. Сайлауға басында жеке бір мандатты округтан сол Алматы қаласынан түсемін деп ойлағам. Аяқ астынан Аманат партиясына шақырту болды, мен ойладым да. Мына жақта лифт тұрғанда баспалдағы жоқ сатағашта нем бар дедім да. Келіңіз, жақсы, сіздерге қосылып. Мүмкіндік болатын болса ондай неге? Условия қойдыңыз ба өзіңіз келген кезде? Бірақ условия болды менде. Өтірік айтқызбаңыздар дедім. Келісті ма? Иә. Сол бетіңізден таймай жүрсіз ба, өтірік айтпайшы. Енді айтсаңыздар енді өтірік айтқан жерім болса. Осы сұрақ қызық та. Сондайсыз ба дейді да. Айтыңдар келіп, мына жерде сен өтірік айттың деп. Факт жоқ, онда босқа айта берудің қажеті жоқ дейсіз ба? Жоқ, енді интернетте таралып айтыңдар, келіңдер де. Ринат, сен мына жерде өтірік айттың, мына жерде халықтың мүддесін саттың. Сөзіңді ұстамадың деп, уәдеңде тұрмадың. Келіңіздер де айтыңыздар. Жақсы. Сіздің қоғамдағы жаңағы жұмысыңызға қатысты оралайық. Мына көктем, осы көктем қазақ елі үшін, әсіресе солтүстік пен батыс үшін өте оңай тиген жоқ, топан су басты елді. Қазір енді халық тиісті ақшасын алмай жүр, шыж-пыж болып бір жағында баспанасыз қалып қаламыз деп жүрген халық бар. Соған қатысты өзіңіз не ойлайсыз? Мен айтып тастағанмын, басында айттым. Осылай болады дедім. Маусым айы келді, қазір алыстан қарасақ. Осылай болуы мүмкін дедім. Себебі біздің үкімет осы 30 жылдың ішінде бір нәрсені бір дұрыс істегенін көрген жоқпын. Ал ол жүйе құламайынша, ол жүйе өзгермейінше, мынандай бір бет қағазға ғана қарап отырып есеп қабылдай беретін жүйе өзгермейінше ештеңке болмайды. Ол соның сіз айтып отқан батыс пен солтүстік қана емес, одан зардап тартқан. Әне аягөзде екі адам жоғалып кетті, біреуі табылды, екіншісі табылған жоқ. Ана қу темір лизинг алған тракторлармен суға кетіп қойды. Енді қазір сол суға кетіп қалған екінші жігіт табылған жоқ, артында 4 баласы қалды. Біздің арсыздар барып лизингтің ақшасын төлеңдер деп отыр. Қалай біз батыс пен солтүстік қана зардап шекті дейміз. Күллі қазақ зардап шекті бұдан. Істейміз десе үкімет. Ақша жейміз емес, халыққа көмектесеміз деген ниетпен жұмыс істесе, жетеді мүмкіндік, Құдайға шүкір. Тағы бір мәселе, соңғы кезде сағатты артқа жылжыту туралы шешім қате болды дегендер петиция жазып жатыр. Протесттік күштер әлі басылар емес. Оған не дер едіңіз өзіңіз? Мен қосыламын. Несімен ыңғайсыз ол сағатты артқа? Таңғы сағат күн бізде Өскеменде 2:30-да атып кетеді. Десе сонда енді жұмыс уақытын таңғы 4-ке ауыстырамыз ба? Кешке қараңғы ерте атып кетеді. Ол Құдайдың заңдылығы ғой, күн шығыстан шығып батысқа барып батады. Ауыз ашар ораза кезінде адамдардың сағаты әртүрлі ғой, мысалы ана жақта мұншада, ана жақта мұншада. Керісінше енді бұның кері мағынасы бар, қыста тым ерте батып кетеді деп жатыр. Бұның бір жамандығы сол ғой. Біз тым ерте жазда атып атса таң, енді кеш тым одан сайын ерте батып кетеді. Жазғы уақыт, қысқы уақыт деген болды ғой, бұрын жылжып өтіп сағат. Бәрі сол жоқ еді ғой, сол осы проблема. Ешкім ренжіген жоқ, неге сағат бұлай? Неге онда білініп осы 1-2 айдың ішінде осы ойлап тапқан адамдардан сұрайсыз ғой. Мен де таң қаламын осындай нәрсе. Ойлап тауып атқандар енді сосы үкіметтің қасындағы, парламенттің қасындағы адамдар ғой, бәрі былай қарасаң енді. Сіздер арқылы өткізеді бұның бәрін. Және еңбек министрлігі бар. Егер парламенттің айтқан 100% орындалып жатса, біздің Қазақстан осы кейінгі 2 жылдың ішінде біраз жерге барып қалатын. Балқаштың бойында атом электр станциясын салу туралы мәселеге қатысты да халық екі ойлы болып жүр. Сіздің алып қосарыңыз бар ма? Мен керек па? Ресейден жалпы ондай тәуелсіздік алу, осындай энергетикалық тәуелсіздік алуға екі қолыммен қолдаймын, оны құптаймын. Егер ол атом электр станциясын Франция, Жапония сияқты мемлекеттер салатын болса, жаман болмау керек. Жаман жоқ деп ойлаймын, өйткені бұл заманның талабы энергетикалық тәуелсіздік алу. Ал керісінше біз өзіміздің көрші мемлекеттерімізге одан сайын қарғыбау байлатып, шынжыр байлағанын құсап, күн сайын тәуелді болатын болса, мен оған қарсымын. Бірақ енді президент айтты ғой, референдум жариялаймыз деді. Халық өзі шешсін. Мен қазір ешкімге үгіт насихат жүргізбеймін, бұл дұрыс, бұл қате еді. Енді мысалы гидроэлектростанциялар біздің
жарылса бәленбай қала судың астында қалады ғой, бірақ енді солай болады екен деп ешкім электр станция салмай қойған жоқ қой. Салды ғой енді. Сол сияқты әңгіме де ол. Ал су жағынан мынаған зиян келтіреді деген не үшін бізде экология министрлігі бар? Не үшін бізде су министрлігі бар? Жұмыс істемей ма солар? Олар бар, бірақ шешімді сол халықтан күтіп отыр ғой. Шешімді халықтан күтіп отыр, референдум жарияласын, халық өзі айтсын. Болды. Тас тисе маңдайынан көреді, бақ тисе талайынан көреді, болды. Тағы бір өзекті мәселе қоғамдағы ақпарат министрлігі, жаңа сіз айтқан Балаева ханымның ведомствосы әлеуметтік желілерді жабу ісін мықтап қолға алған сияқты. Одан қандай қайыр күтесіз өзіңіз? Мен өткенде де ол кісіге айтқанмын, саясиландырмай ақ қояйықшы бұны деді ғой, саясиландырмай ақ қояйын, бірақ алдағы уақытта ол кісіге де ашық қоямын бұл сұрақты. Неге бізде қазақ тілін өткенде де айтқанмын, қазақ тілінің, қазақ ұлтының мүддесін қорғағандардың сол аккаунттарын жабады, соларды соттайды, ал керісінше қазаққа қарсы жұмыс істеп жатқан бірде-бір аккаунт жабылмайды, бірде-бір адам жауапқа тартылмайды. Бұл не деген әділетсіздік? Не деп жауап берді? Бұны саясиландырмай ақ қояйықшы деді. Не қылу керек? Егер арыз жазсаңыздар, бұны біз қабылдаймыз, анау арыз жазылмай жатқан жоқ, жазылып жатыр. Қолға алсын, жұмыс істетсін. Ол заң не үшін? Егер бәріне бірдей жұмыс істемейтін болса. Парламент немене заңды қазаққа қарсы қабылдай ма? Жоқ. Олар барлығына бірдей болсын, осы жерде дұрыс қоғам орнасын деп. Кейбір жерінде келсем, әлеуметтік желілерді тежеу керек деген жерімен. Кейбір жерінде келсем, болу керек ондай. Өйткені біздің ұрпақты қазір кім көрінген тәрбиелеп жатыр? Бәріне беріп қойдық та. Бірақ ол саяси болмау керек. Әркім өзінің пайдасына шешіп кететін, жапқысы келген аккаунт жабады. Ол әділетті, сарапталған, таза бір не болу керек. Бізде осы жолы масс-медианың заңын аясында нормасын осы біздің мемлекеттің ұлттың рухани қалып дамуына кедергі келтіретін бағдарламаларға тыйым салу, мониторинг жасау деген. Сол кезде министрлік шығарады, ойбай, бұл ертең адам құқығын бұзу анау. Жоқ, бас тартпасын. Бізде мемлекет бар, бізде ұлт бар, бізде өзіміздің моральдық, материалдық құндылықтарымыз бар. Және соны ұрпаққа аман есен жеткізу. Өркениет деген не? Ұрпаққа жеткізу ғой бірдеңені, өркендет. Сол ұрпаққа ертең дұрыс нәрсе қалдыруымыз үшін біз осындай қадамға баруымыз керек. Дәл солай әлеуметтік желіге де қатысты. Мен қазір отырып алып, жоқ ғой, Балаеванікі дұрыс емес, біз жаппауымыз керек деп айтудан аулақпын. Өйткені жабу керек бар аккаунттар, жаңағы бағдарламалар сияқты. Елдің мүддесіне қарсы жұмыс істейтін не бар ғой? Элементтер. Активтерді шетелден елге қайтару ісі әлі жалғасуда, біраз уақыт болып кетті. Оның соңы немен бітпек деп ойлайсыз? Жалпы әлі қанша былықтың беті ашылады, қаншама ақша қайтарылады елге? Үлкен күмәнмен қараймын бұл сұраққа. Себебі активтерді елге қайтаруға бізді мүлдем қатыстырып жатқан ешкім жоқ. Ол жайлы есеп беріп жатқан ешкім жоқ. Байқасаңыз, халық түгіл парламентке ешкімге есеп беріп жатқан жоқ. Бәрі құпия түрде, кімнен ақша қайтарып жатыр, кімге беріп жатыр, кімге беріп жатыр, ол ақша қайда кетіп жатыр, одан біз бейхабармыз. Сондықтан мен күмәнмен қараймын. Бұл жұмыстар нәтиже болады дегенге. Біздің Қазақстанның ең үлкен проблемасы, бізде қазір бағдар беретін бір ұстаным жоқ та. Интернеттен біреу шығады, бүгін ойбай мынау деген сұмдық екен, қолында ешқандай дәлелі жоқ. Ана жаңа біздің бала құқықтары туралы заңда сондай болып жатыр ғой қазір. ЛГБТ өкілдеріне мүмкіндік беретін заң, ол заңның жазылуына біз қатысқанбыз, өтірік айтпасыншы. Сол сияқты да біреу отырып алса, астынан кетеді халық. Ой, мынау президент болатын адам, ой, мынаған қолдық, одан кейін бізге келеді. Ана неге сендер айтпай жетсіңдер? Қайсы бірін айта бересің, сен ақымақсың деп. Елтаңбаны ауыстырамыз деп жатырмыз қисыны келгенде. 30 жыл ешкімге тиіспеген елтаңба енді кімге кедергі келтіруі мүмкін деп ойлайсыз өзіңіз? Әлде барлық күрделі мәселелерді шешіп болып енді қалған осы ғана ма бізде? Бұл жайында ойланбаймын. Мүлдем ойланған жоқсыз ба? Енді көтерілді ғой, біраз осы күзде, қыста қатты көтерілді. Бір тақырыптар болады, осындай бір елді елеңдету үшін әдейі көтереді ғой, түсінбеймін. Өзіңіз енді елтаңбаны 30 жыл бойы көріп жүрсіз ғой, ойлайсыз ба, өзгертетін тұсы бар деп? Жоқ, ойламаймын. Бәрі дұрыс. Мен бала кезімнен көзім үйренген елтаңбам. Өзіме ұнайды. Одан да кереметі бола ма? Тағы да айтсын. Бірақ оны ауыстыра бергеннен, далаға қарсы шаша бергеннен не пайда деп ойлаймын өз басым. Ол оңай емес қой, сен бүкіл мекемелердегі, бүкіл қаншама қыруар ақша кетеді. Бүкіл жердегі елтаңбаны өзгертуге қанша ақша кетеді ертең. Ол оңай нәрсе емес.
25 жыл қатарынан еліміздің талантты жастарын шетелде оқып, білім алуға мүмкіндік беретін болашақ бағдарламасында жақында естідіңіз, дау-дамай туды. Өзіңіз болашақпен білім алдыңыз ба? Жоқ, қой біздігім оқытады оны. Болашақтың артықшылығы неде деп ойлайсыз өзіңіз? Болашақтың артықшылығы аз да болса қазақ балаларының кәсіби өсуіне мүмкіндік береді. Мысалы қазір мен болашақтың екі тобында айтып бере аламын. Мына жағында мысалы Байбек, Бишімбаев, Кулиевтер оқыды, ал бірақ мына жағында мен білетін дәрігерлер бар. 20 мыңға жуық қазақ баласы оқып келді. Айтуған Мұқашев деген Қарағанды жігіті бар. Бізден үлкен ағамыз. Ол қарапайым, өте қарапайым семьядан шығып, осы болашақпен оқып келіп, қазір ауыл шаруашылығында қыруар еңбек істеп жатыр мысалы. Қымызды дамытуда, басқасында. Сол сияқты мына жақтан да мысалдар айтып беремін, мына жақтан да мысалдар айтып беремін. Ол жаңағы тағы да жаңағы әңгіме, біз бір жақты қараймыз да, бір бетті. Ана шегенің басы сәл қисайып кетсе, түзетіп жіберудің орнына жұлып лақтырып тастап, қайтадан шеге қаққымыз келеді да. Ол артықшылығым да. Болашақтың олқы тұстары жоқ емес, бар. Оны халық айтып жатыр ма? Айтып жатыр. Осыны түзеңіздер айналайын. Ары қарай кете берсін. Жауып тастап, ондай дұрыс емес. Өткенде де біреулер айтады, не Назарбаев университетін жауып тастамайсыңдар дейді. Оны не үшін жабады? Не үшін жабасың сен? Білім беріп отқан. Ішіндегі оқып жатқан балалардың не кінесі бар оның? Қаншама нәрсе бітіріп жатыр ол жердегі балалар. Базасы қандай орталық Азияда 7-ші орында дей ма, сондай тұрған университет. Тіпті ұнамай атын өзгертіп жүріңдер, болды, не қиыны бар? Қазіргі таңда мешіт Құдайға сыйынатын орын емес, деструктивті, радикалды уағыз айтатындардың орнына айналып кетті дейді. Ал Мекке тіптен қажылыққа барудың толық бизнеске айналдырып алды дейді. Осыған қалай қарайсыз? Қазір ушығып тұрған жоқ па осы жай? Қазір мен бәрі неге барып келді қажылыққа? Білмеймін мен, бұл жалпы қанша болды қықылдап айтып жүргенімізге. Ештеңе өзгерген жоқ қой бірақ. Заңда деструктивті діни ағым деген түсінік пайда болмайынша ештеңе өзгермейтін сияқты маған. Қазір айтпа, мен қазір пікірімді айтсам, тағы ертең мына жақта молдалар бар, мына жақта жорғалар бар, сол бір-бірімен тартысады, әңгіме шығады. Не керегі бар оның? Ал неге ондай түсінікті енгізбей жатыр нормативті? Білмеймін. Инициатива жасап ұсыныс жасайтын ондай қызығушылық жоқ қой. Айтып тұрмын ғой, қазірдің өзінде біздің бітіріп жатқан жұмысымыз аз емес те. Бітіре алмай жатқан жұмысымыз одан да көп. Сондықтан оған да жету керек шығар. Далақтап, қаңбақ құсап, ана жақтың жел соқты екен деп, мына жақтың жел соқты екен деп, мына жаққа жүгіре бермейсің ғой енді. Онда тағы да еккенмен құйрығын ұстаған суға кетеді деген екі жұмыстың біреуі де өтпей қалады. Оны бұл әңгімені бастап отқан себебіміз өзіңіз айтып едіңіз ғой, қылмысқа баратын алаяқтардың 80% мұсылман балалар деп. Осыған әкеліп отырмын да, жалпы сол қаншалықты рас, неге негізделген? Бұл мен тағы да айтылып айтамын. Бұны да жауабын беріп саған. Бұл менің өзімнің пайымдауым. 10 көрген 10 адамның 8 сондай болып шығады да. Ойбай, мынау міне айтады бәрі жай. Алла дегесін сеніп едік, мұсылманбыз дегесін сеніп едік, үйттік, бүйттік деп. Базарға барасың, машина сатып тұрады, сақалдарын сипап. Алланың атымен айтамын, бейшара машинасын сатып алған адамдар ауылына жете алмай қалады. Енді осы мұсылманның сипаты ма? Неге соны мысалы өздері тыймайды, өздерінің ішіндегілер? Жақында отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты заң қабылданды. Міне бірер күн бұрын 14 маусымда өз күшіне енді заң. Бұл заң өте шұғыл қабылданды дегендердің қарасы көріне бастады жақында. Шикілі болып қалған жоқ па? Осы заң сіздің ойыңызша асығыс қабылданып, қалай ойлайсыз? Олай деп жатқан себебім, кеше бүгін, міне кеше ғана есімде, бүгін де таңертең шықты. Заңға қарсы шыққандар бой көтеріп петиция қол жинай бастапты. Жинасын, айтсын уәждерін. Мен басында бұл заң қабылданатын кезде де айтқам. Сіз жалпы мен мүлдем интервьюларын көрмеген сияқтысыз. Өйткені түгел сұрақтарыңыз қайталанып отыр. Бүгін петицияға қатысты әдейі қойып отырмын. Бұның да жауабын берген. Кез келген заңның екі ұшы болады. Жаңа сіздің атомный электр станцияңыз сияқты. Заңның екі ұшы болады. Я оны әркім өзінше пайдаланғысы келетін де болады. Қауіп бар, жоқ емес ондай. Бірақ біздің қоғамда енді жаңағыдай біреудің аялаған қызын ит жетектелеп өлтіріп тастау, өзінің балаларын дәретханаға тастап кету дегенде құбылыстар бар ғой енді. Оның да ауыздықтайтын бірдеңе механизмі болу керек қой. Сол тараптан бұл заң жұмыс істейді деп ойлаймын. Егер дұрыс бағытта жұмыс істесе. Отбасындағы зорлық-зомбылық жоқ емес, бізде бар, жетеді. Небір кухонный боксерлар бар қазір. Мақтаныш көретін. Өзінен пәленбаясе ер адам алдында әйелдің күні мүгедектен төмен ғой, былайша айтсаң енді. Оған қоқанлық күш көрсетіп үстемдік жүргізу менің үстімдегі, менің тәрбиемдегі нәрсе емес ол. Ол түсінікті ғой, сіздің тәрбиеңізде емес екен. Жалпы өзіңіздің енді керек бұл
асығыс қабылданды ма, жоқ кеш қабылданды ма, оның да екі жағы бар да. Қазір асығыс қабылданды деген адамға мен айта аламын, қалай? Егер осы заң осы уақытқа дейін болатын болса, онда анандай оқиғалар болмайтын бе деп. Сол сияқты ғой. Жаңағы әр адам, Омар Хайям айтпақшы, бір терезеден екі адам қарайды, бірақ біреу саз балшықты көреді, біреу көктемді көреді. Сол сияқты әркім өзіне пайдалы кезде, өзіне керек кезде осындай бір тақырыпты алады да, соның айналасын мыжи бастайды. Соң оған оппоненттер табылады, олар бір-бірімен ырылдасады. Айналып келгенде не? Баяғы жымысқы саясат бөліп ал да билей бер деген. Ол сөз Мұқағалидың керемет сөзі бар да. Халықпысыңдар, қазан аңдыған қатындар қызыңды сатып қымызға мас болып жатыңдар. Қорқау қасқырдай бірісін бірі талаған, бірісін бірі тонаған, тозған пақырлар дейді. Бізді айтып отыр. Келесі отырып аламыз деп. Бір тақырып тауып алған. Сұмдық мемлекетке алаңдайтын адамдар ұқсап, айғайшылар бәрі Абай айтпақшы, айғайшылардан қалай құтыламыз деп. Сол айғайшыларға еретін байлардан қалай құтыламыз деп. Байлары бар, айғайшыларына бай дегенінде материальный бай адамдар ғана емес, белгілі бір тобы бар, өзінің аудиториясы бар адамдар. Бәрі отырып алады да, бір тақырыпты мүжіп отырады. Бірақ ешкім сұрақ қоймайды да, неге біздің энергетикалық тәуелділігіміз күннен күнге артып барады? Неге біз әлі күнге мемлекеттік тіл туралы заңды бекітіп алмаймыз? Неге ол мысалы сайлаудың өзінің механизмі дұрыс қалыптаспай жатыр? Әркім петиция жариялағанша неге бәрі жұмылып осы петиция неге қабылдамай жатсыңдар деп бір петицияның айналасына үйіспайды? Неге үйіспайды? Сіз айтасыз, неге халық сол мәселелерді көтермейді дейсіз. Көтеруге мүмкіндік беріп жатыр ма? Жоқ, халық ол туралы ойланбайды. Неге ойланбайды? Көтермейді деген жоқпын, ол туралы ойланбайды. Айтыңызшы, ал. Сіз ойланасыз. Сіз ойланбайсыз ба? Мен ойланам, ал. Мен де ойланамын. Ал, менің артымнан кім ереді, айтшы. Солай енді табу керек қой. Кімді табасың? Кімді? 18 миллион халық, 20 миллион халық дейді жарайды. Оның 10 миллионы экономикалық активті жаңағы шешім қабылдауға мүмкіндігі бар халық. 9 миллион. 9 миллион болсын, 10 миллион болса ары бері. Сон 9 миллион ішінде енді 1 миллион шықпайды ма? Қарайын, сол 9 миллионның ішіндегі 3 миллионы ана әншінің подписчигі, 2 миллионы ана клоунның подписчигі. Сондай адамдар қазір қоғамда пікір қалыптасқан солар ғой. Солардың заманы ғой. Кәрім Мәсімовке қатысты өзіңіз сөйді айтып қалдыңыз, және де әңгіме болды. Шығып қалса ертең рақымшылық жасаса, мен оған таң қалмаймын дедіңіз. Сол ғой. Ал неге таң қалмайсыз? Енді айналама қараймын. Екі гүл жұлған қыз 11 миллион теңге штраф салынады. Иә. Ал Шығыс Қазақстан облысында қызыл кітапқа енетін 7 түрлі гүлі бар, бәленбай бұлақты таптап жол салып жатқан адамдарға штраф салынбайды. Деп аузын ашып қалған, интернеттен сөйлеп қалған адам 7 жыл, 6 жылдан сотталады. Ал мемлекеттің қаржысын бәленбай миллиард жеді деген адам сотталмайды. Біраз отырады да, шығып алады да, оның үстіне бір қоғамның үлкен комитеттің төрағасы болып шыға келеді. Бұл қалай? Енді осыны көріп таңғалмай отырған мен Мәсім шығарсы таңғалмаймын. Таңғалмайсыз. Өйткені біздегі сот жүйесі солай жұмыс істейді. Оны бәріміз көріп отырмыз. Заң бар, бірақ ол қолданбаймыз бірақ. Қолданбаймыз ба, жұмыс істемейді ма? Бір жақты қолданып, өздеріне керек кезде. Ана бір кішкене бір 10 атана бір митингі бола қалса, ат шығады ғой, бір чолақ белсенділер. Сіздердікі заңсыз, сіздердікі заңсыз. Өздеріне керек кезде де ол заң. Өзінікі заңсызында шаруасы жоқ та. Соған бармас екен. Ешкімді жеңбеу мақсатымыз жоқ ондай. Келсін, нақтылы үкіметтікі дұрыс болса, өздерінің дәлелін көрсетсін, уәжін айтсын, ол жердегі де халық жабай емес, сөз түсінеді, көзі бар, көкірегі ояу, көзі ашық адамдар бәрі. Бір кәсіптің иелері о жерде отырғандар да, ара бағып, басқасын мал бағып. Ешкім жынды емес о жерде. Бірақ мына жақта отырып алып, ана жерде қарағұрым халыққа жала жауып, өтірік, олар бір 4-5 адам, ол қорқытып, сөйтет, бүйтет деп айту, ол жақсылыққа апармайды. Ертең келіп сұрайды сол халық сенен. Галстугінен сүйреп алып шығып тұр. Осы бүкіл сөздеріңізді тыңдап отқанда менде бір ой келеді. Сіз өзіңізде жақында парламент айтып қалдыңыз, соны қашан Қазақстанда жаңағы әділетті Қазақстан орнатуды жоспарлап отырсыз деп ішкі істер министрлігіне, прокуратураға, сотқа қаратып айтқансыз. Сонда жалпы Қазақстанда әлі орнаған жоқ қой әділетті Қазақстан. Бірде-бір көрінісі жоқ па? Бастауы да жоқ па сонда?
не болып кетті сонда? Бір көрінсе әйтеуір бір ашық ойлар айтылатын болды. Парламенттен, басқа жерден ашық ойын айтатын адамдар пайда болды. Осы ғана көрінісі. Айтатын адам. Ал істеу жағына келген кезде сол баяғы жартас, бір жартас, сол баяғы проблемалар. Ана күні Қазақстан темір жолының проблемаларын айтып тұрмын. Мен 10 жыл бұрын естігенде тура сол проблемалар болды. Сол ғой. Қайда енді өзгерсе? Самұрық қазынаң да сол. Самұрық қазын жалбашы таратып жіберу керек деген әңгіме қанша көтеріліп жатыр, босқа отырған миллиардтап ақша. Мен де келісемін онымен. Соңында сіз тағы бір айтып қалдыңыз, Қазақстанда ең төменгі жалақы 300 мың теңге болу керек деп. Сол 300 мың теңге қылуға не кедергі бізде? Мен де түсінбеймін. Ақша жоқ дейді. Қайда ақша? Қайтарылып жатыр ақша, активтер қайтарылып. Мен жаңа не дедім? Вот қайда соның бәрі? Ең қызығы да біз сіздер ана жақтан кішкене жақынсыздар ғой. Жоқ, енді менің өзім түсінбейтін нәрсем ғой, мен ой бөлісіп отырмын келіп. Сіз сұрақ қойып отырсыз, мен ой бөлісіп отырмын. Мен қазір өтірік болжам айта алмаймын. Анау былай, мынау былай. Иә, мен тек өзім ойымды айтып, мен таңғаламын. Қалай бізде бір қажетсіз бір жылтырақ нәрселерге ақша бар да, қарапайым халықтың қарапайым қажеттіліктерін өтеп беруге ақша жоқ. Бізде жоғарғы жаққа, атқарушы билікке, әкімшілікке барып өзінің шынайы заңды құқын бұлдаған адам заң бұзады да, ал көшеде адам таптап жүре ма, мемлекеттің ақшасын жей ма, олар заң бұзбайды. Неге жұмыс істемейді заң? Жалған ақпарат беру туралы заң өзінің ретінде жұмыс істесе, үкіметтің жартысы сотталып кететін еткесі. Ол да істемей тұр ғой. Істемей тұр. Мен әлі талап етіп жатырмын, бірақ. Соға берсең шайтанды өледі дейді. Тас тамшында тамшытама берсе тасты да жарады дейді. Мен үмітсіз емеспін. Құдайға шүкір, қазір әріптестерім де бар, қауымдар жаңағы өзім айтып отырмын ғой, бар адамдар, Құдайға шүкір. Солар бар да, қазақ бар деп ойлаймын мен өз басым. Ана Атырауды су басқан кезде копилкасын жинаған ақшасын мен Атырауға берейінші деген мынандай кішкентай балалардың оқиғасын көрген кезде сен үміт үзбейсің келешектен. Ана біз Атырауда көріп қалдық қой, бір келіншек екі баласымен құм салып жатқан. Үйіп салып жатқан, иә. Сондай адамдарды көрген кезде солар үшін өмір сүргің келеді, солар үшін жұмыс істегің келеді, солар үшін алға қарай жүргің келеді. Иә. Олар барда қазақ бар дейсің. Ал жаңағындай нәрселер ол өтірік емес, болып жатқан нәрсе. Мен де қатты таңғаламын оған. Қалай деймін да? Мынау былай дейді. Ана күнде қайтадан Қазақстан темір жолы күлкім келеді, жиналыс отырғанда. Біз дейді 3 триллион қарызбыз дейді. Онда неге хоккейге бәленбай ақша бөліндер десе, енді табысымыз бар ғой дейді. Қалай түсінесің енді бұны? 3 триллион қарызбыз дейді, табысымыз бар дейді. Қалай түсінесің енді бұны? Ақылға қонбайтын нәрсе ғой мысалы. Қызық. Сонда не айтады оларға? Хоккейге қайықтан ақша таптыңыздар, табысымыз бар дейді. Табысымыз бар. Қарыз бар 3 триллион. Оны үкімет жауап берсін деп тұрған ғой сонда. Оны халықтың ақшасынан жапқысы келеді. Жаман үйреніп алған да бәрі. Тағы да ақша бер. Біз өзіне парламентте отырасың ғой. Ана шақырады кейде. Біз телеканал болсын, бір мысалы орталық болсын, бірдеңелерге барасың ғой енді жылдың басында танысу үшін жұмысымен. Бәрінің айтатын бір ақ сөз. Ақша жоқ дейді бізде. Әбден жаурын болып кеткен, үйреніп кеткен соған, иә? Үйреніп кеткен болды. Иждивенческий психология дейді ғой? Жоқ. Жейді ғой. Желінбесе? Бәрі орнына киіп, жетіп, асып, әп-әдемі өмір сүруші еді. Дубай секілді де, Сауд Арабиясы, Сингапурдан қалай болмаса да өзіміздің Қазақстан болатын едік те. 18-20 миллион халықтан асырап. Емес, ешкімге жалтақтамаған, сондай әп-әдемі мемлекет болатын едік. Керісінше бізде көзді ойбай мына жақта Ресей, ойбай мына жақта Қытай деп жауларды ойлап табатыр сондай. Біз ешкім оның артында бірдеңе істелініп жатыр дейсіз ғой. Ешкім ештеңе істей алмайды. Егер біз өзіміздің экономикамызды өзіміз дамыта алатын, өзіміздің руханиятымызды, ұлттық болмысымызды, және мемлекеттік болмысымыз деп айтайыншы тіпті. Ертең тағы да айтпасын басқа ұлттарды кемсітті деп. Маған Шухрат та, Алена да бәрі бірдей дейсіз. Бәрі бірдей. Осы Қазақстанда тұрып жатқанның бәрі. Мен өзім әйгізде туып өскен көшемде бүкіл ұлттар тұрды ғой деймін сол жерде өзі. Немісі бар, кәрісі бар, орысы бар, біз бар, бәріміз тұрдық сол жерде. Бәріміз бір тілде сөйлейміз. Ешкім бөлініп жатқан жоқ қой енді. 30 жыл бойы ешкім бөлініп. Сол мемлекеттік болмысымыз сақтап қалатын болса, бізге ешкім қорқынышты емес. Ешкім қорқынышты емес. Қазір анда-мында алаңдап, жаутаңдап отырмыз. Енді халқың сондай да. Сөйтіп тастаған ғой. Қытаймен шекараны ашып еді.
Не істедік бірінші? Оған мен сауда саттық жасаудың орнына қызын беріп жатыр да қазіргі. Сондай да әңгіме естіп отырмын. Не сұмдық енді? Әрине одан қауіп туады басқа халықта, басқа адамдарда. Мынандай болып жатыр ғой. Сонда кері жағы да, мынандай жағы да, бүкіл жағы бар ғой енді. Оның бәрін өлшеп дұрыстап жек-жегіне жеткізу керек қой басында. Қытаймен жаңағы 90 күндік безвиза ашқан кезде мысалы. Ол деген былай екінші жағынан қарасаң, саған тегін келіп жатқан ақша ғой. Иә, былай қарасаң. Енді соны дұрыстап туризмің дамыт, соларға көрсетеді. Бәрі мына жерде мынандайымыз бар, біздің тарихымыз мынандай. Сол кезде сенің барған жеріңде бәрі қазақша, кәдімгідей қою қазақтың тілінде сөйлеп тұрса, бізде оны басқа жағынан алып кетті. Күйеуге шығып, қашып сол сондай болып кетті біз. Қайдан жем-жем келген кезде бизнеске айналып кетті. Осыдан тура 1 жыл бұрын маусым айында Семей орманы өртенген болатын, 15 адам қаза тапты. Сіз осыған орай мен есімде ведомстволарға хаттар жазып, оны 3-4 ай бойы жауаптарын күтіп бір отқан кездеріңіз болған. Бақандай, соңы немен бітті? Жалпы жауапқа тартылғандар бар ма? Бір естіп қалған, біреу тартылды деп. Соңында анау үлкен адамдар тартылмай, біреулер анау неге кетіп қалған жоқ па? Шұнақ болып, соңына дейін. Ол жауапқа тартылған болып есептелінбейді. Және ол процесс тоқтамайды. Бақандай 15 адам өлім үшін күн жоқ. Орман өртеп жеру, сосын жағы 10 гектар өртенсе, 100 гектар өртенді деп есеп беру. Приписка жасады. Ол тоқтамайтын процесс. Өйткені бұл жерде үлкен ақшаға құнығып, соның тізгінін ұстап отырған адамдар бар, тұлғалар бар кәдімгідей. Ел басшылар барған кезде сол мәселені көтеріп еді ғой. Бірде бір техника жоқ екен, өрт сөндіретін бір машина табылмай қалды ғой. Соңында 3-4 адам жұмыс істейді екен, зарплата, еңбек ақылары жаңа 100-ақ мың теңге екен деп. Соны істейміз, көтереміз деп тапсырма болып кетті. Міне 1 жыл өтті. Жоқ, одан былай. Жарайды, оның бәрі бар проблема, көзге көрініп тұрған проблема. Ал орман 1 ай жауын жаумаған жерде найзағай түсіп өртенді. Өйткені жауын жаумаса да сухой найзағай деген болады деген әңгіме қалай кетті? Және соған сеніп, деп қабылдады бәрі. Дұрыс деді бәрі. Бізге де айтады. Жоқсыңдар білмейсіңдер дейді. Ол сондай найзағай болады екен дейді. Именно 1 ай нетпеген. 1 ай жауын шашын болмаған жерде. Жоқ, ол сухой болады екен өзі. Біз кінәлі емеспіз деп отыр. Ешкім кінәлі емес қой бізде. Қолдарында бір құжаттары жоқ, бір дәлелдері жоқ оның. Сондықтан ол жерде біз бір бәлендей өзгеріс енгізе алдық демеймін, ол өте өкінішті нәрсе менің көзім. Сіз кезінде Нұр Отан ол аманат емес деп айтқансыз. Сонда ол қалай түсінуге болады? Аманаттың қазіргі жұмысын қараңыздар, мен тек қана лауазым тұлғаларына айтпай ақ қояйын, жетекшілерін, басқасын, оның өзгерістерді айтпағанда, қазір өзіңіз қараңыз, Аманат партиясын. Стадионға жиналып, жасасын Тоқаев деп жалау ұстап айғайлай ма? Жоқ. Мен көрген жоқпын өзім. Кезіндегі Нұр Отанның ұраны не еді? Нұр Отан, Нұрсұлтан, Қазақстан деп көмейі жыртылғанша айғайлайды. Бүкіл ел айқайлады ғой. Қазіргі Аманат партиясының жастар рухының өзіндегі жастармен жиналған адамдармен сөйлесіп көрсеңіз, оның сыртында қазір ағартушылық жолда Аманат өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Ол жаңа кітап Аманат жобасымен қаншама кітаптар шығып жатыр, қаншама кітапханаларға қор толықтырылып жатыр. Енді ұлттық болмысымызға, руханиятқа келейік. Бұрын ойбай, ананың концерті, мынаның бүйтіп, анау-мынау деп өтірік біреулер жинап алып, ән жерде бір, міне жерде 1 жыл тыңдай беретін Нұр Отан емес қазір. Ұлы дала дөбірі деп, қазақты атқа қондырып, бүкіл әлемнің назары аударылатындай жобалар жасап жатқан Аманат. Мен о жағынан өткенде бір журналист айтады, Аманатқа шаң жұтпайтын болыпсыз ғой деп. Мен көзіммен көргенім осы. Соның ішінде жүргеннен кейін деп болар. Мектептегі оқу бітті, қарбалас. Қазір жоғарғы оқу орындарына оқуға түсу қарбаласы басталды. Сіз өткен жылы тестілеу орталықтары мемлекеттік меншігіне қайтару керек деген сұрақ көтерген едіңіз. Оның жағдайы не болды? Ауыл мектептерінің түлектерінің жағдайына алаңдап шығып бір тағы айттыңыз. Оған қоса осы саладағы жемқорлықты көтердіңіз. Оның бәрі жаңағы дәстүрлі түрде көтеріліп жатыр ғой. Жаңа жемқорлық. Мен көтерген жоқпын, мен дәлелмен әкеліп бердім. Дәлелмен айтын. Соны мен айтамын да, жалпы үкіметке бергенде оларда өздерінің жаңағы несін айтты ғой. Қазақта мынандай сөз бар. Қанша шешен болса да, дауға салма малсызды дейді. Қанша батыр болса да, жауға салма жалғызды дейді. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеудің
енді өз жемқорлығының өз көлемі сұмдық енді бізге жеткен ақпараттармен. Артында тұрған адамдар мені адам санайтындар емес. Мен министрдің өзінен де сұрадым, сәкен не болды мынау? Бітетін шаруа ма дедім. Менің де қолымнан келмейді деді. Басқа бір қатты әсер ететін күштер тұр ғой сонда. Иә. Сондықтан жаңағыдай дауға сала алмайтын, жауға сала алмайтын объект, субъекті болғаннан кейін ешкім тиіспейді, ешкім кісі баспайды. Біз де айтамыз да, ары қарай болды, осы жерден тоқтадық дежелдік. Бірақ айтамыз енді, айта берем ары қарай да, айта берем. Одан бірақ ары қарай бір нәтиже шығаратындай әрекет жасайтындай өкінішке қарай қолдау таба алмай отырмын да мына жақта. Қызық екен. Егер де сіздер солай болып жатса, анда басқа жалпы жай халық не істейді сонда? Сол ғой енді. Көнеді, соның бәрін басынан өткізеді. Сіз мен жақында бұзақылық жасаған және қылмысқа барған жасөспірімдердің ата-аналарын да бірге жазалап, жұмыстарында сөгіс жариялап, керек болса оларға айыппұл салу туралы ұсыныс жасағаныңызды естігем. Оның үстіне қоғамға аса қауіп төндіретін балаларды арнайы мектептерге жіберу туралы айттыңыз. Оның қандай тәрбиелік мәні бар және әсері бар деп өзіңіз ойлайсыз, егер болып қалған жағдайда? Бір мысал айтайын. Иә. Осында кім Тасмағамбеттің кезінде ма, әкім болып тұрған кезде осы Астанада бір байдың балалары машинасымен жүріп сонда әкімнің өзін боқтап жергеннен кейін сол кісі жаңағы солардың әкелерінің жұмыстан шығуына себеп болған ғой. Сол балаларының әрекеті үшін. Содан кейін жақсы практика дейсіз ғой. Жақсы практика бұл. Бұл өте жақсы практика. Өйткені ата-ана баланың алдында қанша дегенмен жауапкершілігі болу керек. Біз қазір мұғалімді сорлығып жердік, тәрбиешіні сорлығып жердік. Иә, бар, небір мұғалімдер бар, небір тәрбиешілер бар, бірақ олар өте аз. Қазір менің өзім мысалы ұстазым, профессор Тұранқұлова, ол бізді, мен қатты басым деймін ол кісіге. Бізді егер сол кісі айғайдың астына алып, ұрсып, таяқпен тартып жүретін, ей, адам болмайсыңдар сендер, ананы оқыңдар, ананы істеңдер деп. Соның арқасында біз осындай әйтеуір ортан қол адам болдық та. Қазір өткенде сол кісіден сұрайын да, апай, жұмыс қалай ол кісі енді қазір әлі сол жүргенім академиясында сабақ береді. Ринат дейді, қазір не ұрса алмаймын дейді, ешкімге ете алмаймын дейді. Өйткені қазір бәрі бәлеқор дейді. Қарсы болып телефонын алып шығады, у-шу жаңағы. Заңның бәрі сол балалар жақта? Иә, бәрін сол балалар. Ренжімесін, балаң қылмыс жасады ма? Ата-анасы кеше ма Алмат ағамның несін көріп қалдым да, видеосын. Болған оқиға дейді, бір сауда орталығына барсам дейді, бір 20 жастағы жігіт дейді, балмұздақ жеп отқан дейді. Сол қасына бір 4-5 жасар баласы бар, бір әйел келді дейді. Сол ана енді ана кішкентай бала анаған істемегенді істеді дейді да, тебе түкіреді анаған дейді, мороженое жеп отқан балаға. Сол Алмат аға айтады, мен қарап отырмын дейді. Сон ана жігіт айтты дейді, апай, балаңызға кішкене қой деп айтсаңшы десе, мен балама қой деп айтпаймын, мен жапон тәрбиесімен тәрбиелеп жатырмын балам деді дейді да. Жапон тәрбиесі сондай болса? Сол кезде жаңағы жапон тәрбиесі ондай емес негізінде өтірік. Иә. Ана бала алды да дейді, ана балмұздағын ана басына жаға салды дейді. Йогуртын жаңағы үстіне төге салды дейді ана кішкентай баланы. Сол ана сен не дейсің деп ана шешесі қоқаңдай бастаған кезде айтты дейді, мен де жапонша тәрбиеленген баламын деп айтты. Сол сияқты ғой, ата-ананың бір звено дейсіз ғой бәрі, иә? Ата-ананың жауапкершілігі болмаса 100% болу керек қой. Менің баламдікі дұрыс қазір, бәрінікі менің баламдікі дұрыс. Қайдан шықты мысалы, қайдан шықты жаңағы кешегі әйелін өлтіретін министрлер. Қарашы тарихын, олардың әкелері кім? Өмір бойы қызметте, былай, міне. Мен білем, мен миллиондардың астында жүріп, ешкім бетінен қақпаған жауыз болып кеткен ғой кәдімгідей. Оларды кішкентай кезінен өздерін жазалай алмайсың сен, оларға төгістей алмайсың, бірақ оларға тоқта, қой, мынауың болмайды деп айта алатын ата-анасы ғана болғандықтан, сен ата-анасын жауапқа тарту керек. Сонда ол өз үшін ата-анасы, ана жұмыстан шығып қалмау үшін, ай балам қой деп айтады. Қатты сөйлейді. Тәртіп не бетін бері қаратады ғой. Дұрыс айтасыз. Жаңа кішкентай ғана сіз мысалыңызды айтамын да, ойына келген істеп жатқан қызды. Яғни ата-анасы бала кішкентай бала. Жарайды, бала болсын. Ата-анасы дұрыс болмай тұр ғой. Бір-бірімен байланыс болып тұр ғой. Дұрыс айтасыз. Сонда бәрі байланыс бір-бірімен. Осы күзде парламентке қоғамдық орындарда паранжа мен діни киімдермен жүруге тыйым салатын заң енгізеді деп
жақында оны бәпиде айтып қалды, естідім шет жағасын. Яғни сол заң егерде қаралып күшіне енетін болса, жаңа беттерін қымтап алатын орамалмен жүретін біздің жаңағы қарындастарымыз, кім болсын бәрі әйтеуір паранжа киіп жүретіндердің бәрі сонда тыйым салынады. Ертең ол қоғамды екіге бөліп тағы да айқай шу болмай ма? Қалай? Өйткені мен естідім, ол жағында Ермұрат бәпи айтты ол туралы. Жақында осы білмеймін, Ермұрат ағада қандай ақпараттар бар екенін. Жалпы өзіңіз қалай егер сондай болса, дайынбыз ба соған? Өзім болса екен деймін ондай нәрсе. Ондай норма болу керек бізде. Мектепте паранжа кез келген жерде, ол тек қана паранжаға қатысты емес, кез келген діни атрибутика деп алуымыз керек. Сонда біз қоғамды бөлмейміз. Қазір паранжа дейтін болсақ, жаңағы ислам дінінің радикалды қауымы атып шығады да, ойбай бізді шеттетіп жатыр деп. Олай болмайды. 18 жасқа дейін бала мектепте өзінің киіммен жүру керек, мектептің формасы. Бізде мектеп формасы бар ғой, құдай ау. Ол немене оны талқылайтыны бар. Айқай шулар шығып жатыр ғой батыс жақта. Ол өзі мектепке кіргізбейді сол да киіммен. Және соны түсінбеймін. Енді қараңыз да. 70 жыл Совет үкіметі кезінде. Одан кейін 91-ден мына паранжа кию деген 2010-дарға дейін болған жоқ негізінде. 2010-дарға дейін солай адам құсап мектепте жүрген адамдар не бәрі кәпір болып кетіп па не? Пионер, комсомол болып. Бәрі кәпір ма соның? Өмір сүрдік қой солай. Неменеге біз қоғамды бөлетін нәрселерді тықпалай береміз? Қолдан жасалып жатыр. Қолдан жасайды бәрін. Айтып отырмын ғой жаңағыдай әңгіме. Дұрыс келісем. Енді мынандай бір үлкен ұлттық мәселені көтергім келіп отыр. Ауғанстанда тұрып жатқан қазақ бауырларымыздың халы тым мүшкіл екен. Ол туралы жақында Санат Ілиясов деген бауырымыздың деректі фильмінде көрдіңіз, өзіңіз де шет жағасын. Сонда тіпті үңгірлерде тұрып жатқан, жаңбырдың суын ішіп жүрген қазақтың балалары әлі күнге дейін бар дейді. Соған мен мынандай бір сұрағым бар. Қандастарымыз елге қайтарудың амал тәсілдерін ойластырып, оларды еліміздің солтүстігіне хал жетіспей жатыр деп жатырмыз. Оның ішінде қазақ бауырлармен кішкене толтырсақ деген мәселе бар. Сол жағын мәселені көңіл аударатын уақыт жеткен жоқ деп ойлайсыз ба? Жетті мүмкін. Жетті, бірақ бұның да бұлтаяқтың да екі ұшы бар. Неге? Бұны да қарау керек. Өйткені қайталап айтамын, біз өте еліктегіш халықпыз. Ертең ол жерден келген адамдардың ойы қандай екенін кім біледі? Басқа менталитетпен, басқа... Ол біздің қазіргі өмір салтымызбен келісе ма ол көшіп келген адамдар? Жоқ, өздерінікін тықпалай ма? Біз міне елім жерім деп кебедік, бізге қысын көрсетіп жатсыңдар деп ертең. Олар шықпағына кім кепіл? Онды ойлану керек қазір. Популистік ұран үшін бізді жиі популист деп айтады ғой. Сол үшін айта салуға болады, бүкіл қазақты көшірейік, үйтейік, жоқ. Іріктеп. Қарайық қазір. Өйткені олар бір емес бірнеше буын домбыраны харам деп, әйелмен сөйлесу харам деп деген қоғамнан тәрбие алып жетілген адамдар. Және олармен үлкен жұмыс жасалу керек. Егер көшіп келетін болса. Әсіресе үлкен шпаға келмейді дейсіз ғой. Бірақ мен деректі фильмде бір қуанғаным, көрген адамдар зорлықпен жүргенін бәрі мойындап тұр. Біз домбыра тартсақ ұрады, сақал қоймасақ қамайды деп айтып отыр ғой. Әйелмен сөйлесуге болмайды деп. Бірақ журналист балада өте үлкен тәуекелге барып, жақсы бір әйелмен сұхбат жасайды, әйел адаммен мысалы. Анасындай адам ғой, анау жап-жас. Қандай өте дұрыс берді айнасын, бет бейнесін көрсетті бізге Ауғанстанда, Қазақстан жағдайын шынайы көрсетті. Сол сияқты ғой, мысалы, келгенде де қазір өте қарауымыз керек. Қай мемлекеттен кім келіп жатыр? Рәкен, андай сұрақ енді тағы да басқа кішкене мәдениетке алсайық. Осыдан бірнеше жылдар бұрын өзіңіз Димаш Құдайбергенов туралы мен сен сияқты әншілерден қорқам деп айтқаныңыз бар еді. Оған қоса ол Қытай саясатының құрбаны деп айтқансыз. Және ол эстрада әншісі емес, конкурстың әншісі деп шыңғырып ән айту ол өнер емес дегеніңіз бар. Қазылар алқасында отырып баға бергеніңіз мен көрдім. Ал қазір ол халық әртісі. Жоқ, сіз оны 2014-тен бастап айттыңыз да. Енді 2019, 22-де ма? Жоқ, ол 2014-та сондай. Енді 2022-де ұлыс медиаға берген сұхбатын неге қоспадыңыз? Мен қазір келтіріп атқаным, ол қазір халық әртісін алды ғой. Жоқ, соны неге айтпадыңыз? Мен осы сұраққа тура осыны маған Самал ханым қойған кезде жауап бердім. Сонда сіз неде жауап бердіңіз? Айтып отырмын ғой. Ол мен айтқан кезде оның продюсерлері Қытайдан болды.
Мен сол сөзді айтқан кезде Иә, айттым ғой, егер кез келген нәрсе өзгеретін болса, мен дайынмын деп. Одан бұрын мен өзімнің Instagram парақшамда да оның Нью-Йорктегі концертінде шыны керек мен рухтанып қуандым. Қазақтың туын көтеріп қойып, домбырасымен тұрып. Міне біздің Қазақстанды, қазақты көрсететін әнші осындай болса, мен қарсы емеспін. Тамаша. Қаншама Алматыдағы концертіне келіп шетелдіктер жартысы қазақша жаттап алған сөздерін, әндерін. Міне ондай әнші болатын болса құба-құп жақсы, мен ешқандай трансформация жасап адам өзгеріп жатыр ғой. Иә, өзгеріп жатыр. Керісінше қандай пайдасы тиіп жатыр бізге қазір. Еш арланбаймын. Мен ол кезде ойбай қателестім, жаздым, жаңылдым демеймін. Айтпайсыз, бірақ айтылған сөз орнында кезінде айтылды. Өзінің уақытында айтылды. Одан кейін қазір сіз қуанасыз, мақтанасыз. Димаштың ерлігі ол керісінше бәріне дәлелдеп берді. Сендер сол кезде мені сөйтіп айттыңдар, мен қазір мындаймын деді. Біз құба-құп мойындауға мәжбүрміз. Бағдарламамыздың басты тақырыбы да мүмкін емес қой. Сол себепті егер алай-былай болып қалып жатса, мәдениет министрі болсаңыз, мәдениет министрлігінің басқаруы сізге бұйырып қалса, ең бастысы назар аударатын мәселеңіз қандай болушы еді? Мен бәрі жерде айтып жүрмін ғой. Мәдениет министрі болып та қажет жоқ. Мен қазір аяғына дейін көресем, біздің Астананың төрінен ұлттық дәстүрлі өнер театры ашылу керек. Біздің бет-бейнеміз ана опера балет театрынан көрінбейді, бәленбай миллиард ақшаны астына басып жатқан. Мына балетниктер деген, олар біздің мемлекеттің айнасы емес олар. Ол батыстың... Білмеймін кімдер екен. Бұл кезінде христиан дінінің уағыздау құралы болған ғой, негізі опера деген енді. Балет бар. Мен шаруам жоқ ода. Бірақ біздің мемлекет тәуелсіздігімізді дәлелдегіміз келсе, біздің мемлекетте ең бірінші кезекте аналардан 2 есе биік ғимарат бол, 2 есе көп бюджетімен біздің мына бүкіл Ерлан Рысқали сияқты берік ағаларымыз бар, Жүсіп, бізде енді Ұлжан бар, Байбосын, қазір бәрін айтып біте алмаймын. Иә. Осындағы Астанада өзгерістер бар, Шерікбай. Күйшілеріміз бар қаншама. Біздің мен көзіммен көрдім, бізде бақаймен күй ойнайтын балалар бар. Баяғы аталарымыздың дәстүрін жаңғыртып, бақаймен күй ойнай алатын балалар бар. Сол ешкім білмейді ғой баяғы. Білмейді, ешкім өйткені оларды ешкім көрсетпейді. Олар жүрген жерде бір 100 мың теңге айлыққа қарап, көрінген оркестрде. Ал насихаттайтын жаңа театр шаңырақ бөлек болу керек, бөлек отау керек. Бөлек отау болу керек. Айтысы да соның ішінде даму керек. Бөлек көрініс болу керек ол. Біздің айтыста керісінше аудитория азайып барады. Ал негізінде оның бағытында дұрыс жұмыс істесе көбею керек еді, оның аясы кеңею керек еді. Оған не жоқ? Бірінші үй жоқтың үй жоқ дейді ғой. Қаржы былай түсін. Жинатын жер жоқ қой олар. Алматыда бар, Алатау дәстүрлі өнер театрының. Оның өзі коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын, оның өзі жартылай құлағалы тұрған ғимарат анау. Баяда ремонтына ақша бөлгіз кетіп едік, білмеймін, жасалды ма, жасалған жоқ па. Енді мынау қазақ театрын үлкен орын төрге салып, ол драма театры. Драма театры мен сіздерге де кезек жететін шығар деп. Негізі ол бірінші кезекте істелінеді нәрсе да. Егер өзінің болашағын ойлаған. Осымен-ақ біз әлемге таныта аламыз қазақты. Осы театрмен. Бағдарламамыз жаңа айттым, мүмкін емес деп, не может быть дей тұрғанмен де, егер сіз аяқ асты Қазақстанның президенті болып кетсеңіз, не істер едіңіз? Қандай мәселені бірінші болып шешер едіңіз? Егер аяқ асты қазір бүкіл халық, 20 миллион халық шығып, Ринат сен президент бола ғой десе, мен айтам, ағайындар ренжімеңдер, өздерің болып алыңдар деймін. Өйткені менің болмысым күні түні қасыңда охранамен жүріп, күні түні біреудің қас-қабағына қарап, ана айтқың келген нәрсені айта алмай, айнал соқтап, басқа елдің президенттерімен кездескен кезде елдің мүддесі үшін де былай жүру, ол маған келмейтін нәрсе. Сонда президент болсаңыз көп нәрсені айта алмайсыз ба сонда? Бола алмаймын мен. Неге бола алмайсыз? Бола алмаймын, ол менің адам өз болу үшін өзі сондай жаратылған болады өзі. Бойында қабілеті болады, басқасы болады. Мен бола алмаймын. Бірақ министр бола аласыз. Болғым жоқ, мен айтып отырмын, мен қызмет істегім келмейді. Өйткені саясат деген өте үлкен сайқалдық талап ететін нәрсе. Қазақстанның келесі президенті кім болады деп ойлайсыз? Бұйыртқан адам болар. Қазақ болса болды маған. Қазақ болса болды, ең бастысы. Жақсы. Адам армандамай тұрмайды. Сіздің қандай асқақ тәтті арманыңыз бар, еш орындалмай қол жеткізе алмай жүрген? Қандай тәтті арман? Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі болып, бүкіл құжатнама қазақ тілінде жүрсе. Осы арман дейсіз ғой. Жақсы.
алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге және көп рахмет айтамын. Бұл мүмкін емес, не может быть дей тұрғанмен де көрермендермен де мен қоштаспаймын, себебі біздің бүгін үлкен қызықты кездесу, жүздесу болды, әңгіме болды. Егер де біздің бағдарламамыз сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, және астында комментарийлеріңізді қалдырыңыздар, және де біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Енді біздің соңында біздің көрермендерге, біздің орысша айтқанда подписчиктер дейді ғой, әдемі сөз бар. Соларға айтатын өзіңіздің тілегіңіз, пожеланияңыз бар ма? Қысқадан нұсқа. Ойлары азат, жүректері қазақ болсын, басқа тілегім жоқ. Көріскенше. Рахмет сізге.